Армысыздар, сіздермен Киномен. Бүгін біз шынайы өмірмен негізделген Тақ атты фильмге шолу жасаймыз. Арнаға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ал біз бастаймыз. Как у такого ничтожного отца мог родиться такой сын? Корея, 18 ғасырдың орта тұсы. Жаңбырлы түнде Садо ханзада сарбаздар мен әкесі Йонжо ханның жатар орнына бет алуда. Әйелі оны тоқтата алмай, бірден енесіне барып ханға жасалғалы жатқан қастандық жайлы хабарлайды. Солай төңкеріс белгісіз бір себептермен орындалмайды. Келесі күні әйел ханнан мейірімділік танытып, мұрагерді өлімге қимауын, бәріне кінәлі оның ауруы екенін айтады. Садо әкесімен кездесуден қатты қобалжып, әйелін балаларының қауіпсіздігі үшін сатып кеттің деп айыптайды. Моя госпожа, ты холодная, бессердечная женщина. Ханзада ханның алдына келеді. Оның баласы Чонжо сотқа тесіктен қарап тұрады. Ер адамға бас киімі мен шапанын шешу бұйырылады. Оған қоса дәлелдер мен қару-жарақ толы жәшік алып келеді. Садо ауладан көр қазып, табытқа шеге қағып, қаралы киімді әкесіне қарғыс тигізу үшін киіп жүріптіміз. Хан оған қылыш лақтырып, өмірден өз еркімен кетіп, абыройын сақтап қалуды ұсынады. Заң бойынша оны қарапайым қылмыскер ретінде жазалауға болмайды. Олай болатын болса, шенеуліктердің де бастары кетеді. Сол себепті олар ханзаданы соңғы сәтте тоқтатады. Ханзада басын тас еденге ұра бастайды. Ер адамның басы жарылып, беті қанға боялады. Хан министрлерге кетуді бұйырып, күріш салатын жәшікті әкелуді тапсырады. Хан ханзаданы ішіне тастауды бұйырады. Бірақ ер адам тар қапасқа өзі кіреді. Жәшіктің қақпағына хан шегені өзі қағады. Чонжо атасынан әкесін жіберуін сұрайды. Разве я не приказывал никого не пускать? Вы хотите, чтобы я и мальчишку с ним запер? Хан бұндайға мойын ұсынбай баланы алып кетуді бұйырады. Біз өткен шаққа ауысамыз. Әлі кішкентай Садо жазу жазып үйренуде. Оның шынайылығы мен ақылы әкесін қуантады. Сарайда оған бәрі сүйсінуде. Балаға үнемі білім алуға тура келеді. Іш пыстырар кезекті сабақ үстінде ол ұйқыға кетеді. Ұстазы оның бетіне су сеуіп оятады. Хандық заң бойынша оған күң анасымен ұйықтауға болмайды. Енді ол ханшайымның баласы болып саналады. Хан түн ортасына дейін ұйқыға жатпайды. Ол баласы оңай түсіну үшін трактата жазуда. Осы шақ қапастағы екінші күн ханзаданың барлық жақтастары ұсталған. Хан министрлерге оның баласы енді қарапайым адам делінген үкімді оқуды бұйырады. Бірақ бәрі оқудан бас тартады. Ежелгі дәстүр бойынша, егер баласы сатқын болып танылса, әке шешесі де сатқын болып танылады. Хан қиын жағдайға қалды. Йонжон келесі сөздерді жазады. 10 жасында баласы оқуды қойған, ал есейгеннен кейін миын ауруылап, одан қатал әрі жағымсыз адам жасаған. Ол белсіз қызметкерді өлтіріп, сиқыршылармен, Будда монахтарымен байланысқа түскен. Осы сөздермен жақтастарының басын шабады. Ханзаданың атағынан хан өзі айырды. Енді барлығы оны қарапайым адам деп есептеулері керек. Әрі қарай біз өткен шақтан жас Садоны өзі қатарлас жас қалыңдығымен таныстырғанын көреміз. Ал хан оған күйеуіңмен қалай қарым-қатынас жасау керектігін айтуда. Хан мен күңнің қызы баланы күлдіруде. Бұндайға Йонжо разы болмайды. Кейін ханша оны жас ханшайымның жанына отырған үшін жазғырады. Ханның өзінше бір дәстүрлері бар екен анықталады. Оның жанында өлім деген сөзді қолдануға болмайды. Егер күні көп әңгімеге толы болса, жатар алдын ол құлақтарын жуады. Хан жақсылық алып келетін барлық ырымдарға сенеді. Жақсы әрі жаман жаңалық келгенде оған әртүрлі қақпамен кіреді. Ханға ұнамайтын адамдар жақсы көретіндермен бірге жүрмеуі керек. Жас ханшайым жақсы көретіндерінің қатарында болғаны жақсы. Неке қию күні кішкене қыз жылайды. Ал оған кезекті мәрте үлкендерге құрмет ешқашан көптік етпейтінін айтады. Ханзадаға арналған той сыйлығының бірі ит болады. Как же мне повезло с такой красивой женой. Ты должна почаще радовать меня. Хан баласының ермегіне разы болмайды. Ол тек білім алуы керек. Йонжо Садоға қатал болып сәл қателессе ұрсады. Бала маңызды сынақтан өте алмайды. Ханның ойы бойынша баланың түрі тым қарайып кеткен. Себебі ол сабақтың орнына сыртта көп ойнайды. Осы шақ үшінші күн. Ханзада отырған жәшіктің ішіне қырғая кіріп кетеді. Ол қатты қорқып шығаруын өтінеді. Садоға жәндіктер жәшік ішіне толып кеткен сияқты болады. Ол жәшік бағанын сындырып сыртқа шығып кетеді. Күзет ханзаданы ұстамайды. Ол өз отбасына жете алмай көлшікке барып секіреді. Садо тіпті бұл баласының өліміне алып келсе де өзіне у беруін сұрайды. Хан оны тағы қамауды бұйырады. Ханзаданың ұстазы министр Хо қапас ішіне желдеткішті тастайды.
Бұл жолы жәшікті жуан арқанмен орап, үстіне топырақ пен шөп тастайды. Өткен шақ Йонжо есейіп қалған баласына хан отбасының ара қатынасы өте шиеленісті болатын айтуда. Мысалы, оның әкесі әйелін улаған, ал өзі қауесетке сенсек бауырын өлтірген. Олардың алдарында хан тағына отыру үшін туғандарын өлтірген хандардың молалары. Сол себепті хан ордасында балаларға жау секілді қарайды. Хан тақты баласына тапсыратын уақыт келді деп шешеді. Бірақ барлық министрлер оның бұл ойынан қайтуын өтінеді. Сол себепті ол Садоны регент етіп тағайындайды, яғни уақытша хан қылады. Салық жайлы әңгіме талқыға түсіп жатқанда хан регенттің артында отырады. Ол араласпай тек тыңдайды. Әңгіме әскерлердің автономдығы жайлы жүреді. Регент ханға әскерді бақылау оңай болсын деген мақсатта 5 әскерді бір топқа жияды. Әйелдер ханзаданың мінезі мен шешімдеріне дән риза болады. Шешімге қорғаныс министрі разы болмайды. Қапаланған Йонжо ханзаданың киімінен кемшілік тауып шығарған үкімі үшін жазғырады. Ол әдейі хан ордасын регент пен хан жағына бөледі деп ойлайды. Ты за один день свел на нет всю мою политику величественной гармонии. Содан кейін регенттің тағы бір шешімі әкесінің бұрынғы үкіміне қайшы болып ханға ұнамайды. Хан бұдан былай өте маңызды істі тек ханмен шешу керек деп үкім шығарады. Сенімділігін жоғалтқан ханзада тіпті жай істің шешімін де әкесінен сұрайды. Бұл ханды одан сайын ызаландырады. Күндердің бір күнінде қапалы регентті сотта күтіп тұрады. Бірақ ол сотта қарасын көрсетуден бас тартады. Арада 25 жыл өтсе де ханды ағасын өлтіріп, тақта заңсыз отыр деп айыптайтындар табылады. Қарсылық танытқандардың тілдерін кесу бұйырылады. Как мог сын презренной рабыни стать наследником великого Сукчо? Ему тоже вырвите язык. Қарғыс естіген хан дәстүрі бойынша аузы мен құлағын жуады. Ол баласын келмегені үшін ұрсады. Әрі қарай егістікке келген жұртқа баласын да кінәлайды. Өйткені ол кітап оқығанда ләззат аламын деп тақпақ жазған. Ал бұл далбаса. Онымен қоса олар жолға шыққанда ғана жаңбыр жауды. Осы шақ 4-ші күн. Қатты ысыған күн ханзаданың таңдайын кептіруде. Оның еріндері жарылып кеткен. Садо өзіне су беруін өтінеді. Күзет жәшік үстінде тұрған топыраққа су шашқанда ханзада жәшік ішінде тамған суды аптыға ішуде. Содан кейін желдеткішке кіші дәретін сындырып ішеді. Ханзада мемлекеттік істен ісі алға баспаса да сурет салуды жақсы көретін. Хангион ханшайым мұрагерді дүниеге алып келеді. Хон министр ханзададан суретті алып таққа отырғанда желдеткіш жасап беремін деп уәде береді. Йонжоға немересін әкелгенде аса қатты мән бермейді. Ханнан аяқ ауыр күн қыз хан отбасына әдепсіз сөйлегендіктен аяқтарынан таяқпен ұрып жазаланады. Ах ты, зловредная девка, я преподам тебе урок, который никогда не забудется. Хан өзінің жас тоқалы үшін араша болады. Ал өзінің ханшайымының 60 жасын тойлауға асығар емес. Ұрыстан кейін ол ағасының бұрынғы әйелі әрі ханша ретінде тақтан кетуін бұйырады. Министрлер мен ханзада одан мойын ұсынуын өтінеді. Бірақ хан ордасынан кетіп қалады. Садо өзін қар басып қалса да тізерлеп отыруынан қайтпайды. Ханша хан мұрагерді мазақ қылмас үшін сабақ бергісі келеді. Бірақ оның анасы кәрі күң шешімін өзгертуін өтінеді. Тәкаппар әйел келіспей су мен астан бас тартып бұл өмірден шешімін бірге алып кетеді. Ханшаның өліміне Йонжо тағы баласын айыптайды. Ты подлый змей. Думаешь, я не знаю, какой ты на самом деле? Үнде ханзада мола басына келіп, өзінше онымен қоштасады. Ол үнемі көп шарап ішеді. Хан оны өзіне шақырып алып, түк бітірмедің деп кінәлайды. Йонжо шарап иісін сезіп баласының бұл халіне ашуланады. Ол бір ай бұрын ғана генералды маскүнемдігі үшін дарғасқан. Садо қызметші әйелге дөрекі сөйлегенде хан құлағын сумен жуып, суды Садоның бетіне шашып жіберіп, пайдасыз хайуан деп айыптайды. Осы шақ қапастағы 5-ші күн. Жәшік жанына сенімді иті мұң қаңсылап келеді. Сол уақытта ханшайым ұлын ханның немересін қалай аман алып қаламын деп ойлауда. Ал министрлер бала таққа отырса, әкесін қинауына кедергі келтірмегендерді жазалайды деп қорқуда. Олар туыстары жаңа жас ханшайымға үміт артады. Біз өткен шаққа оралып, қыз 3 үміткер арасынан ханның сұрағына кемеңгер жауап беріп, таңдалып алынғаны жайлы білеміз. Хан Садо неліктен жаңа анасына құрмет көрсетіп келмейді деп шамданады. Ханзаданың маскүнемдікте жүргеніне 1 айдан асты. Ал қазір табытта мас жатыр. Әйелі мен анасы одан өз-өзіне келіп хан сарайына оралуын сұрайды. Келесі күні Садо жынданып шапандарын жыртып тастайды. Солай қызметшілер басқа шапан таппайды. Ашуға булыққан ханзада кінәсі жоқ белсіз қызметшіні өлтіріп тастайды. Жынданған ол шабылған басты анасы, әйелі және баласын алып оларды да қорқытады.
Осы шақ 6-шы күн күзет Садо тірі ма тексеру мақсатында жәшікті сілкіп көреді. Ол әлсіреген күйі тиіспеңдер, жүрегім айнып жатыр дейді. Кішкене Чонжоны әкесіне жібермей қойғанда ол кек аламын деп қорқытады. Содан кейін ғана хан күзетшінің басшысы оны жібереді. Бала су әкеліп әкесінен шығуын сұрайды. Садо сөз айтуға шамасы келмей, тек жәшік бағанын қолымен ұрады. Разве сын не может принести воды родному отцу? Разве это запрещено? Өткен шақтан біз хан кезінде баласы өте алмаған экзаменді немересінен алып отырғанын көреміз. Барлық министрлер 10 жасар баланың кемеңгерлігіне таң қалуда. Шал енді бар уақытын немересімен өткізіп, оны үнемі жаңа заттарға үйретеді. Ашулы Садо баласына оқыған ұнайтынын естіп таңданады. Ол қапа болғанына қарамастан, ұлын қатты жақсы көріп, оған өз ақылын айтады. Әрі баласымен оның кішкене қалыңдығынан тойларында бола алмаймын деп кешірім сұрайды. Себебі хан оған тыйым салған. Хан сол уақытта ханзаданы мұрагер атағынан айырғысы келген. Премьер-министр үкімін ханның өзінде қалдырып, ханзаданы кешіруін өтінеді. Содан кейін қарсылық ретінде өз-өзіне қол жұмсайды. Ханзада болса шарапты көп ішіп, хан сарайына барудан бас тартады. Ол енді өз еркімен өмір сүрмекші. Қарадан шыққан анасына ханшайымның киімін кигізіп, барлығына оның 3 жыл бұрын болған 60 жасын тойлатады. Бұл көріністен бәрі өздерін ыңғайсыз сезінеді. Тойлату кезінде мас Садо бар даусымен ханша келе жатыр деп айқайлап, масаға қылышымен шабуылдайды. Министрдің қолдауымен Садо өлтірген белсіз қызметшінің бауыры оған қарсы жала жабады. Оның сөзі бойынша Садо ханға қарсы шықпақшы. Сол сәтте Садо жүгіріп келіп, бұның барлығы жала екенін айтады. Хан ақпарат берушіге алғысын айтып, өлген бауырына көңілін айтады. Бірақ хан жақындарына жала жабу өте күрделі мәселе. Сол себепті оның басын алыңдар деп бұйырады. Ваше Величество, прежде чем его казнить, необходимо выяснить, кто за ним стоит. Ханзада әкесінің жатар орнына барып, тізерлеп отырып сатқын еместігін айтады. Бірақ әкесі сенің бар болуыңның өзі сатқындық дейді. Ханзаданың ақымақтығы тағы бір шегіне жетеді. Солай ол әкесін өлтіруге аттанады. Әйелі оны тоқтата алмай, күң анасына барып барлығын айтады. Садо дәл ханның бөлмесінің алдында тұрып, қылышын суырып, қылмысқа баруға дайын тұрады. Бірақ сол уақытта ханмен бірге оның баласы отыр еді. Хан немересінен неліктен тақ мұрагері қарадан шыққан әжесіне тағзым жасағаны жайлы сұрақ қояды. Бала адам заң мен дәстүрден маңыздырақ, әрі сол күні мен әкемнің жүрегін көрдім деп жауап береді. Оны естіген Садоның жүрегі жібіп, қылышын түсіреді. Осы шақ 7-ші күн ханзаданың тек кірпіктері қозғалуда. Йонжо бірінші баласы мерт болғаннан кейін Садоны 40 жасында қолына алып, сәби кезінен бері таққа дайындаған. Бірақ Садо оқуды қойып, итпен ойнап, қылышты сермеуге әуестенгенде көңілі қалған. Содан кейін баласынан үмітін үзген. Садо болса өмір бойы әкесін түсіне алмай келеді. Ханның барлық кемсітулері мен айқайынан кейін сынып қалған. Егер білім мен тәртіп адамды кемсітсе, қалай маңызды болады? Ондай мансап кімге керек? Ханзада тек әкесінің мейірімді көз қарасы мен жылы сөзіне зар еді. Тарихта Йонжоны өз баласын өлтірген хан, ал баласын әкесін өлтірмек болған ханзада ретінде мәңгі қалады. Бірақ олар хан мен ханзада болмағанда бұл жағдай болмас еді. Осы сөздермен Садо жан тапсырады. Жәшікті балғамен жарып ашады. Хан өзі баласының демін тексереді. Баласының демін сезбеген хан жылап жібереді. Ханзаданы анасы мен әйелі де жоқтап отырады. Хан оның денесін салып, көрнекті әуенмен хан ордасына апаруды бұйырады. Көпірден ол тағзым жасап отырған Садоның елесін көреді. Келесі күні жақындарының алдында ханзаданы жерлеу алды рәсімдері жүреді. Ханзаданың денесін жуындырып, аузына күріш пен маржан салып, шашының бір бөлігін сақтап қояды. Баласы өлгеннен кейін хан оның барлық тегі мен атағын қайтарып береді. Жас ханшайым Чонжоны жұлқып тезірек ханға апармақ болады. Ол енді Садоның баласы емес, тақ мұрагері. Бала қарсылық білдіріп, қаралы киімін шешуден бас тартады. Бірақ оған әкесінің өліміне кек қайтару үшін таққа отыру керек. 14 жыл өткеннен кейін қарт Йонжо Садо жайлы барлық ақпараттың көзін құртуда. Ал кімде-кім оның есімін атаса сатқын болып танылады. Чонжоның жүрегі ауыра бұл тәртіппен келіседі. Солай 81 жасында хан жан тапсырады. Часон мемлекеттің жаңа ханы Чонжо болады. Ол әкесінің моласына су құюда. Ол ақ шашты анасымен бірге Садодан кешірім сұрап жылайды. Кейін Чонжо әкесі секілді қарадан шыққан анасының туған күнін жасайды. Хан анасының алдында әкесінің желдеткішімен билейді.
Чонжо Корея мемлекеті үшін маңызды қадамдар жасап, Корея тарихында беделді хандардың бірі болып танылады. Ол тақта отырған уақытта әкесін ақтап беделін көтеруге талпынған. Әкесінің моласына ол Хвансон сарайын тұрғызған. Енді ол ЮНЕСКО-ның халықаралық мұрасы болып танылады. Арнаға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен Киномен.